сәлеметсіздер ме студенттер? Қазір Озон Seller приложениясымен танысатын боламыз. Ол үшін приложенияға кіресіздер. Ең астында мән беретін болсаңыздар, главное заказы, чаты, товары и меню деген бет тұр. Главный бетке өтсеңіздер, обновлять етесіздер. Обновлять етіп болғаннан кейін аналитики продажа тұр. Соның үстін бассаңыздар, сіздердің міне данные 12-сінен 18-не дейінгі күнігі данныйларды көрсетеді. Яғни бұл 4 күннің, почти 6 күн, 6 күннің данные. 6 күннің ішінде показано товаров 49.043, 49.043 адам қараған, товардың сыртынан қараған, переходы в карточку, сол 5465 адам карточкаға басып кірген товарларыңызға. Одан кейін кіріп болғаннан кейін 512 адам корзинасына салған 4 күн ішінде. Одан кейін корзинасына салып болған адамдардың ішінде 75 адам заказаны товар заказ берген. Сол аналитика продажды көре аласыздар бұл жерден. Одан кейін астына қарай түссеңіздер, финансы деген тұрады. Финансыда баланс на сегодня дегенді қарайсыздар да, ары қарай ең астына түссеңіздер, так 86 мың әлі мына жерде оплата, отчеттан кейін оплата жасалмаған. Мына жерде заказы 15 мың рубль деп тұр ғой. Сол 18 мың рубльдің товар барған, отчет шыққаннан кейін комиссияларды ұстап қалған, только комиссияны ұстап қалып 15 мың есептеп тұрды. Бізге выплатадан кейін ақшамыз түседі ғой, сол түскеннен кейін ең астына таза ақшамыз пайда болады, уже баланс, наконец периода бар ғой, сол жерде біздің қазіргі жиналып атқан ақшамыз тұрады. Ал бұл өткен аптаның отчетымен қосылып көрсетіп тұрды, оплачен болғаннан кейін қайтадан өзгереді. Осы жерден қазіргі жиналып жатқан ақшаны қарайсыздар. Одан кейін заказы дегеннен кейін выкуплено товары с учетом комиссии дейді. Одан кейін астында комиссиясы бар, доставкасы бар, соларды қосып есептейді. Логистика, доставка. Одан кейін комиссия за продажу, комиссия, возвраты отмены минус 2488. Оның ішінде обратная логистика минус 288 рубль кетсе, товары қолына барып тұрып, қайтадан жіберген адамдар бар да, сомен 2488 рубль болып тұр. Оған минусқа кіріс деген сөз емес, бұл просто товары барып, қайттан келе жатыр деген сөз да. Сіздерге сол моментте ақшасын аударады да, қайттан алып алады да кейін. Иные маркетинговые технические услуги, сізге рекламаға кетіп жатқан ақша. Оплата эквайринг плестері, банктен ақша аударған үшін алынатын ақша. Одан кейін конкурентная позиция тұрады. Ваша позиция дегені сіздің категория бойынша нешінші орынға шығып жатсыз. Спрей вода для тела бойынша 61-ші орынға. Вы продаете лучше других продавцов, уже сіздің продавецтігіңізге ол әрбір товарға емес, қалай сататындығыңызға 8%, кейде 0% болады, мықты сататын адамдарда деген сияқты. 100-ден бастайсыздар, мықты сатқан сайын төмен түсіп келе береді. Топ 8 болып тұр ғой қазір, сол төмен түсіп келе береді. ФБС отправление, ФБ отправление деген сияқты тұрады. Одан кейін заказы дегенге кіресіздер. Заказы с моих складов, со склада Озон деген екеуі болады. ФБ-да товарыңыз бар болса, мына ИП-да жоқ, ФБ-да бар болса, осы жерден көресіздер заказдар түсіп жатқан. С моих складов, с ФБС-тен көресіздер да. Одан кейін қаншақты заказдар түсіп жатыр, мұнаны жанға бұрып собрать етсеңіздер болады. Собрать деген оңға бұрып бассаңыздар, немесе ішінен кіріп басасыздар. Заказдар білесіздер, отгрузка деп не жақтан акт аламыз, ал болмаса ожидать сборкидан отгрузкаға өтесіздер да, өтіп болғаннан кейін мына жерден скачать маркировку деп, птичканы ұрып басып аласыздар. Бұны жеке сабақ етіп үйретеміз негізі новый заказ қабылдауды. Одан кейін чаты деген жер бар. Сізге служба поддержкадан келген смс-тердің барлығы осы жерде тұрады. Өзіңіз служба поддержкаға жазатын болсаңыз, жоғары жақта, оң жақта 3 точканы басасыз. Заявка служба поддержки деген басасыз. Ары қарай мына қандай сұрақтармен жазайын деп отырсыз. Осыны таңдайсыз. Контент. Так, мына жерде ше, бүйтіп басақшы. Осы жерден сұрақтардың барлығын таңдап аласыз. Метода доставки, заказға байланысты. Неге байланысты болса, соны сұрап отырасыздар.
Так, одан кейін товаридан көресіздер. Товарида 3 точканы бассаңыздар, ценасын өзгерте аласыздар, остаткасын өзгерте аласыздар, архивке жібере аласыздар, копиясын жасай аласыздар. Ары қарай ішін басып көргеннен кейін уже ценасын мына жерден өзгертсеңіздер болады. Минимальный цена қойып қою міндетті, мына жерде қойылмаған екен. Одан кейін астына қарай түссеңіздер, о товари деген жерде қаламша тұр, иә. Осы қаламшадан фото, видео, rich content телефонмен істей алмайсыздар енді. Фото, видео, видеообложка, характеристикеді өзгертесіздер. Ойдан кейін о товарах, мына товардың мынандай данныйларын өзгертесіздер приложениедан. Одан кейін менюге барасыздар. Аналитика продажда тоже осы жерден қараса да болады. Одан кейін возвратыда тоже осы жерден қарайсыздар. В пути келе жатқаны, пункт выдачада тұрғаны, получен алғандары, утилизация алмай мусорға кеткендері. Ары қарай поставка фб ноутбукпен жасаймыз. Акцияға кірсеңіздер, кейде автоматически акцияға қатыстырып тастайды, доступны, участвую. Кейін мына, например, на финальная распродажа года хитыға қосып тастаған, ішіне кіріп көресіздер. Если выгодно ма, выгодно болса тұрады, выгодно емес болса, осы товардың ішіне басасыздар да, удалить деп, удалить етіп тастайсыздар. Вот, осылай шығып кетесіздер. Ары қарай заявка на скидкуды білесіздер, иә? Товарларыңызға скидка сұраса, мынаған 5% сұрап тұр, сонда 1192 одобренная скидка көрдіңіздер ма, мынаны деген сияқты өздеріңіз өзгертсеңіздер болады. Одобрить деген баса жүресіздер. Сосын бұл егерде сіз одобрена берсеңіз кетеді да, бұл какой-то бір қанша уақыт айтайын ба, бір 4 күнге ғана ма береді, 3-4 күнге ғана береді. 3-4 күннен кейін автоматически отклонить дегенге кетіп қалады. Одан соң отзыв вопросыға жауап беру міндетті. Главное осылар. Новый заказ қабылдауды бөлек видеода көрсетемін.